Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 97-ші сабақ етістіктің жіктелуі тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта етістіктің қалай жіктелетінімен танысып, мәтіндегі негізгі ойды анықтайтын боламыз. 65-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Аяулы мекенім, оқимын, жетемін, туған жер кейде сағынып кетемін. Өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Етістіктердің астынсыз олардың қай жақта айтылған анықта. Өлеңдегі етістіктер оқимын, мен оқимын. Яғни бірінші жақта айтылған, жетемін, мен жетемін. Бұл да бірінші жақта, және сағынып кетемін. Бұл күрделі етістік. Кім сағынып кетеді? Мен сағынып кетемін деп бірінші жақта қолданып тұр екен. Балалар, осы етістіктердің астын сызып, өлеңді көшіріп жазып аламыз. Балалар, ережені мұқият тыңдап есімізде сақтап алайық. Іс-әрекеттің қай жақта айтылғанын білдіру үшін етістікке жіктік жалғаулары жалғанады. Мысалы, жүрмін, жүрсің, жүр. Етістікке жіктік жалғаулары жалғанып, өзгеруін етістіктің жіктелуі дейді. 66-шы жаттығу етістіктерді тиісті орнына қойып айт. Санадым, оқиды, барамын, көрдім, жазамын, ереді, сызады, апарамын, салыстырасың, көшіресің. Берілген сөздер, ал енді осы сөздерді тиісті орнына қойып, жіктік жалғаулы етістіктер екенін дәлелдейміз. Бірінші жақ, мен санадым, мен барамын, мен көрдім, мен жазамын, мен апарамын. Екінші жақ, сен салыстырасың, сен көшіресің. Үшінші жақ, ол оқиды, ол ереді, ол сызады. Осылай берілген сөздерді тиісті орнына қойып, бірінші, екінші, үшінші жақтың жіктік жалғауларын жалғап, жіктік жалғаулы етістіктер екенін дәлелдедік, балалар. 67-ші жаттығу етістіктерді жекеше, көпше түрде жіктеп жаз. Берілген сөздер қорғай және қорғас сөздері. Олай болса жіктейік. Бірінші, жекеше түрде. Бірінші жақ, мен қорғаймын, мен қорғадым. Екінші жақ, сен қорғайсың, сен қорғадың. Сыпайы түрде сіз қорғайсыз, сіз қорғадыңыз. Үшінші жақ, ол қорғайды, ол қорғады. Ал енді көпше түрде бірінші жақ, біз қорғаймыз, біз қорғадық. Екінші жақ, сендер қорғайсыңдар, сендер қорғадыңдар. Сыпайы түрде сіздер қорғайсыздар, сіздер қорғадыңыздар. Үшінші жақ, олар қорғайды, олар қорғады. Екі етістіктің жіктелуін салыстыр, не байқадың? Балалар, бұл жерде екеуіне жалғанатын жіктік жалғаулары екі түрлі болып тұр. Мысалы, мен қорғаймын, мен қорғадым деп жіктік жалғауы екі түрлі болып жалғанып тұр. 68-ші жаттығу мәтінді оқы. Қайыңның көз жасы. Қапан кеше бұтағы сынған қайыңнан су тамшылап тұрғанын байқады. Қайта-қайта қарап таң тамаша. Осы сәтте Күркебай қарт таяп келді. Қапан, ата айтыңызшы, неге су ағып тұр, деді қайыңның діңін нұсқап. Су емес, қайыңның көз жасы ол. Біреу бұтағын сындырған, судан жаны жараланып жылап тұр. Тілі жоқ айтатын. Қайтсын байғұс. Табиғат перзенті ағаштың да жаны, жүрегі бар. Адамдардан аялы алақан күтім тілейді. Ал олардың жасайтыны осы. Қапан ұялды. Қарттың уәжді сөздері зердесіне жеткендей басы салбырап, қозғалмастан тұрып қалды. Енді сындырмаймын ата деген сөзді іштей қайталай берді. Мәтіннің авторы Толымбек Әбдірайым. Ал енді балалар, төмендегі мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Қалай ойлайсың, Қапан неліктен ұялды? Өз ойыңды дәлелде. Себебі қайыңның бұтағын сындырған Қапан еді. Қапан қайыңның бұтағын сындырған үшін қатты ұялды. Мәтін неліктен қайыңның көз жасы деп аталады? Себебі мәтінде қайыңның көз жасы және оның себебі жазылған. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты қорғау. Мәтіндегі етістіктерді тауып, қай жақта тұрған айт. Мәтіндегі етістіктер байқады, келді, жылап тұр, тілейді, ұялады, тұрып қалады, берді, сындырмаймын сөздері.
Ал бұл етістіктердің қай жақта тұрған айтатын болсақ, ол байқады, ол келді, ол жылап тұр, ол тілейді, ол ұялады, ол тұрып қалды, ол берді. Бұл сөздердің барлығы үшінші жақта тұр. Ал мен сындырмаймын, яғни сындырмаймын, бұл бірінші жақта тұр. 69-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып мәтін құрап жаз. Қайың ақ түсті қабығымен ерекшеленеді. Жасының ұзақтығы 100-150 жыл. Табиғаттағы қайыңның түрлері 140. Ең көп тараған түрі кәдімгі қайың немесе ақ қайың. Қайыңның гүлдері сырға тәріздес. Пайдаланылады шырын дәрі-дәрмек ретінде. Олай болса, балалар кестеде берілген ақпараттарды пайдаланып, қайың деп тақырыбын қойып, мәтін құрап жазып көрейік. Қайың басқа ағаштарға қарағанда ақ түсті қабығымен ерекшеленеді. Қайың 100-150 жылдай өмір сүреді. Қайыңның 140-тан астам түрі бар. Оның ішінде ең көп таралғаны кәдімгі қайың немесе ақ қайың. Қайыңның гүлдері сырға тәріздес болып келеді. Оны адамдар шырын алу үшін, дәрі-дәрмек жасау үшін пайдаланады. Осылай балалар мәтін құрап жазуларыңа болады. 70-ші тапсырма. Көктемде құстар жылы жақтан оралды. Олардың жалпы саны 30-дан көп, 50-ден аз. Оның 3-тен бірі қара торғай, саны 16, 4-тен бірі қаздар, 6-дан бір бөлігі үйректер, ал 8-ден бір бөлігі тырналар. Қалғандары қарлығаштар. Ұшып келген өзге құс түрлерінің санын анықта. Балалар, мұнда бізге тек қара торғай құсының саны белгілі. Ол жалпы құстардың 3-тен бір бөлігін құрайды. Сондықтан біз 3-ті 16-ға көбейту арқылы жалпы 48 құс бар екенін анықтаймыз. Енді 48-дің 4-тен бір бөлігі қаздар. Яғни 48-ді 4-ке бөлеміз, сонда 12 қаз бар екен. Ал енді 48-дің 6-дан бір бөлігі үйректер. Яғни 48-ді 6-ға бөлсек 8 бұл үйректер екен. Ал 8-ден бір бөлігі тырналар. Яғни 48-ді 8-ге бөлгенде сонда 6 тырна, және де осылардан артылғаны қарлығаштар болады екен. Ал енді қарлығашты табу үшін жалпы құстар санынан осы табылған қаз, үйрек, тырна, қара торғай құстарының қосындысын алып тастауымыз қажет. Яғни бізде жалпы құстардың саны 48 еді ғой. Ал мұна 4 құстың қосындысы 42-ге тең болды. Сонда 48-ден 42-ні азайтқанда 6 қалады. Демек, қарлығаштардың саны 6 екен. Және барлық ұшып келген құстардың саны 48 екен. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.